Қарақтарым. Мәне, тағы көрікті орынға келдік. О, ғаламат! Менің тауға шыққым келеді. Бұл Мұғалжар ауданы. Алдымыздағы тау Мұғалжар тауы. Тау жотасының жалпы атауы болғанымен, Үлкен Боқтыбай, Қаратау, Айыртау, Көктөбе деп аталады. Мен сендерді Орқаш табиғи қорығына алып келдім. Ата, құстар! Олар үлкен, қанаты да алып. Бұл жер қырандар мекені деп аталады. Ал төбемізде тым биікте ұшып жүрген құстар қырандар. Көк туымызда бейнеленген құстың суреті осы қыран. Ата, тас мүсінді қараңыз. Қасқырға ұқсайды. Мәссаған. Жоқ, Айбар, арыстанға ұқсайды. Дұрыс айтасыңдар. Мұғалжар тауларында жел мен жаңбырдың, табиғаттың өгілу әсерінен осындай бейнелі тас мүсіндер өте көп кездеседі. Қасқырға, құсқа, арыстанға ұқсайтыны да бар. Қараңдаршы, Мұғалжардағы жұмақ деп Орқашты айтсақ болады. Мұнда сирек кездесетін құстар мен өсімдіктер бар. Тырна тұқымдастар, болдырық, үкі, торғайдың 20-дан астам түрі кездеседі. Ағаштар ғажап екен. Маған бейнелі тастар қызық болды. Ата, мен шөлдедім. Жүріңдер ендеше. Мен сендерді Төлеу бұлаққа апарайын. Ата, шөлдедім. Мұнда бұлақ жоқ. Бұлақ қайда кеткен? Қарақтарым, бұлақ көрсең көзін аш дейді. Көрейік шығаны. Қараңдаршы. Ата, үңгірді қараңыз. Ол аюдың үйі ме? Балам, бұл Төлеу бұлақ үңгірі. Ғалымдар, археологтар, тарихшылар бұл жерді талай зерттеген. 10 мың жылдан бұрын бұл жерді алғашқы қауымдастық адамдары мекендеген. Оған дәлел міне, мынау петроглифтер. О, ғажап. Міне тамаша. Қатпар тарих деген осы. Бұны одан әрі зерттеу енді сендердің еншілеріңде. Мұғалжар ауданы табиғи байлықпен, тарихи орындармен де ерекшеленеді. Ауданда жем, ор, темір секілді өзендер мен Сабынды көл, Ащы көл, Қамыс көл секілді көлдер бар. Көтібар батыр кесенесі, Көкмешет, Жәлімбет, тағы да басқа тарихи ескерткіштер бар. Қасиетті өлкеден Құдай берген Жұбановтай ірі тұлға академик ғалым мен Ахмет Жұбановтай дирижер, композитор шыққан. Ақтөбе қаласында Жұбановтар әлемі ғимараты естеріңде ме? Иә, ата. Міне осы өлкеде Жаңа Тұрмыс ауылында туған тарландар. Ата, жылқыларды қараңыз. Қыдырып ақ жарықтап, әнімізді жалғаймыз. Қияменен қалықтап, қырандас жасамғаймыз. Мұғалжардың таулары көз тоймайды қараса, биік-биік таулары тор аспанмен таласа. Қандай әсем жер беті, қалай тұрам мақтанбай, Мұғалжардың келбеті алақанда жатқандай. Қанатты пырақтар дерсің. Я, көкке самғайтын пырақтар секілді. Мұғалжар жылқысы деген осы. Асыл тұқымды, жер жүзіне танымал жылқы түрі.
Әндері халыққа кеңінен танымал сазгер Бейбіт Оралұлы. Боз жорға әні осы Мұғалжар жылқысына арналған дерсің. Бейбіт те осы елдің азаматы. Ембі даласында туған. Ауданның байлығы мұнымен шектелмей, еліміздің байлығына мол үлес қосып отырған жаңа жол мұнай-газ кен орындары да осында. СНПС Ақтөбе мұнай-газ, Қазақ Ойл Ақтөбе, Алтын Экс Компани секілді ірі компаниялар бар. Ақтөбе облысының индустрияландыру картасына енген терможабынды өндіретін Қазтермогрупп газоблок шығаратын Неохим зауыттары жұмыс істейді. Ата, Мұғалжар бізге қатты ұнады. Мұнда тағы келгің келеді. Я, Орқаш пен Төлеубұлақ үңгіріне тағы барсақ қой. Әрине қарақтарым, келеміз. Тарихы терең, ғалымдар мен тұлғалар шыққан қасиетті өлке өзінің тартып тұрар құдіретімен шақыра бермек. Тауларға тағзым.